Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен Нурикс. Бүгін бізде «Я плюю на вашей могиле» фильмі. Дженнифер кішкентай қалашыққа келіп, ормандағы үйді жарты жылға жалға алады. Үйге барар жолда Дженнифер жанармай бекетіне тоқтайды. Мұнда Джонни есімді жігіт оған жанармай құюға көмектеседі. Если хотите, я могу заглянуть под капот. Алайда Дженнифер күліп, талғамындағы жігіт еместігін жеткізді. Я сама. Дженнифер кешірім сұрады. Джонни болса достарының алдында күлкіге қалады. Дженнифер үйге келе салысымен кітабын жазуды бастап кетті. Мұнда ол ешкім жұмыс барысында мазаламас үшін келген екен. Ол үйге бір қорап алкогольді ішімдіктерін кіргізді. Сосын бөтелкені шығарады. Үйдегі алғашқы түні ойдағыдай өтті. Келесі күнді Дженнифер ішімдік ішіп кітабын жазумен өткізді. Кешке қыз орманнан шығып жатқан бөтен дыбысты естіді. Дженнифер аяғына вино төгіп алып, киімін жуу үшін ваннаға келді. Бұл уақытта оны сырттан біреу түсіріп отыр. Келесі күні орманда жүгіріп жүрген Дженнифер қайтадан біртүрлі дыбысты естиді. Сосын тастанды ескі үйді көзі шалады. Үйге келіп, ол кран мен әжетхананың істен шыққанын көрді. Қыз сантехник шақырады және байқаусызда телефонын суға түсіріп алады. Дженнифер фен арқылы телефонын кептірмек болды. Қанша тырысса да телефон қосылмайды. Кішкенеден соң үйге Мэтью есімді біртүрлі жігіт келеді. Ол әп-сәтте су құбыр системасын жөндеп берді. Дженнифер қатты қуанып, бұнысын жасыра алмайды. Мэтью ұялып, жасаған жұмысы үшін ақысын алмай кетіп қалады. Мэтью достарына келіп, қыздың сүйі болғанын жеткізеді. Оның ойынша Дженнифер оны ұнатып қалды. Достары қайтадан Джонниға күліп, Мэтьюдің одан мықты екенін айтады. Джонни бұған ашуланып, барлық қыздардың арман екенін жеткізді. Тіпті Дженнифердің де. Түнде Дженнифер құрбысымен сөйлескісі келді. Алайда толықтай естен шыққан телефонымен бұл мүмкін болмады. Іші пысқан ол тыйым салынған затты шегеді. Сосын ұйықтап қалады. Таңғы 4-те ол сырттағы дыбыстан оянып кетті. Не болған қарайын десе, есік алдында өлген құстың мәйіті жатыр екен. Қыз қорқып үйде отыруды шешті. Ноутбукқа жақындағанда Дженнифер үйде жалғыз еместігін түсінеді. Жігіттер үйге жан-жақтан кіріп қызды қоршады. Стэнли камерасын шығарып түсіре бастады. Джонни, менің досымды ақшаға лақтырып кетіпсің деп, үйдегі заттарға тиісіп жиһаздарын сындырады. Дженнифер тез етіп кетулерін өтінді. Бірақ Джонни бұнымен тоқтағысы келмеді. Ол қызға битасымен сес көрсетіп, тістерін көрсетуді сұрайды. Дженнифер қарсылық танытқасын, жігіт оның басынан бірнеше рет тұрады. Сосын қалтасынан пистолет шығарды. Ол Дженнифер мен досы Мэтьюге шешінуді бұйырды. Мэтью қызды шын жақсы көретінін айтып, бұны істегісі келмейтінін жеткізді. Достарына тоқтауларын өтінеді. Джонни тапаншасын қыздың аузына тығып, бастаған ісін соңына апармақ. Дженнифер Джонниді итеріп, перцовка баллончик алып үлгерді. Ол үйден қашып, орманға қарай жүгіреді. Таңға жақын қыз екі аңшыны кездестіріп, басынан өткен оқиғасын айтып берді. Аңшының бірі жергілікті шериф болып шықты. Ол қызбен бірге үйіне келеді. Шерифтің айтуынша қызға шабуылдаған жігіттер бұрында осы секілді бұзақылық жасаған екен. Қыз жігіттердің бірінде тапанша болғанын айтады. Коп үстелден вино бокалын көріп, мұншама алкогольді не істеп жүрсің деп сұрады. Қыз бұны жарты жылға сақтап қойған қор екенін айтты. Күніне бір бокалдан шетін болғандықтан осылай жасаған. Шериф алдап тұр деп ойлады. Аздан соң шериф есірткі қалдығын тауып, бұл кімдікі деп сұрайды. Дженнифер менікі емес деп өтірік айтады. Алайда шериф қыздың алдап тұрғанын түсініп, подкрепление шақырады. Дженнифер шабуылдың шынымен де болғанын айтса да, көп сенбейді. Шериф қыздың қалтасын тексеріп жатып, мойнынан шап беріп ұстап алады. Сол кезде үйге Джонни мен достары кіріп келеді. Дженнифер шерифтің әуел бастан көмектесуді ойламағанын түсінеді. Ал егер де достар видео ұнап жатқан болса, дәл қазір паузаға қойып, лайк басып тіркелуіңізді сұраймын. Сіздер үшін бірнеше секунд, ал мен үшін бұл өте маңызды. Шериф қызға қаруын көздеп, билеуін бұйырады. Алайда Дженнифер бас тартты. Бас тартқан үшін қыз басынан соқ қалады. Джонни Мэтьюға қызды қолданып қалуын ұсынады. Мэтью болса қызды қорлағысы келмейді. Достары Мэтьюді қорқақ, әлсіз деп мазақтай бастайды. Соған қарамастан Мэтью айтқаннан қайтпады. Осы кезде Джонни немесе мен айтқанды жасайсың, немесе қызды өлтірем деп ультиматум қояды. Мэтью қызды құтқаруды ойлады. Ол шалбарын шешіп, дәрменсіз жатқан қызға тап береді. Болғасын еденде жатқан Дженниферді тастап кетіп қалады. Байғұс қыз көмек іздеу мақсатында үйден шықты, бірақ қайтадан оларға кезігеді. Стэнли камерасын шығарып түсіре бастады. Жігіттердің барлығы кезектесіп өте төмен іске барды. Соңғы демі қалған Дженнифер орнынан тұрып, орманға қарай жүрді. Ал бұл оңбағандар артынан еріп келеді. Қыз көпірге келгесін төменге секіреді. Шериф басын көрсе атып түсіруге дайын тұр. Бірақ қыз су бетіне шықпайды. Шериф видеокассетаны алып сындырып тастайды. Ол сыбайластарына үйге барып, Дженнифердің заттарын өртеп жіберуді бұйырады. Оған қоса көлігін толығымен шашып тастамақ. Шериф қыздың мәйіті табылғанша күнде іздеуді бұйырады. Шериф үйіне келді. Оны әйелі мен қызы күтіп алды.
Келесі күні шериф үйді жалға берген Эролға келіп, Дженнифердің заттарын жинап кетіп қалғанын жеткізеді. Хабарды естіген Эрол арендаға төлеген ақшаны қайтармайтын болдың ғой деп қуанады. Бұл уақытта Джонни мен достары іздеуді тоқтатуда. Мәйітті таба алмаған олар қанша іздесек те таппаспыз деп ойлады. Мэтью жағада қалды, себебі Дженниферді тіріде ойлап үміттенеді. Көп ұзамай ол қызды кездестіреді. Бірнеше күннен соң Эрол шерифке соғып, Дженнифердің жоғалып кеткенін жеткізеді. Сөйтсе Эролға қыздың құрбысы хабарласып, Дженнифердің бір апта бойы қоңырауларға жауап бермегенін айтыпты. Эрол құрбысына соғуын өтінді, себебі қызды соңғы көрген адам шериф еді. Келесі күні Стэнли видеопленкасының жоғалып кеткенін достарына жеткізеді. Ол шерифке бос кассетаны сындыруға бергенін мойындайды. Джонни ашуланып Стэнлиді ұрмақ болады, алайда Энди оны тоқтатты. Түнде Джонни есік алдынан өлі құсты тапты. Ол достарының бірі әзілдеп жүрген шығар деп ойлады. Кішкенеден соң бұл оны ашуландырады. Келесі күні үйге келген шериф үстелден видеокассетаны көрді. Қуанышына орай әйелі видеоны қарамаған. Шериф бандасына келіп, кассетаны кім тастап кетті деп сұрайды. Стэнлидің видеоны сақтағанын білген ол кассетаны аузына тығады. Джонни бұны Мэтью істегеніне сенімді, себебі ол Дженниферге ғашық болған еді. Шериф дереу Мэтьюді табуды бұйырады. Бұл уақытта тірі қалған Дженнифер Мэтьюді арбап тастанды үйге келді. Осы сәтке дейін қыз үйде өмір сүріп, кек қайтаруды ойлап келген екен. Мэтью қыздың алдында кешірім сұрап, көмектескісі келгенін айтады. Дженнифер оған сенетінін айтып, жақын отыруын өтінеді. Содан соң жіпті алып, Мэтьюді қылғындырады. Бұл уақытта шериф досын аңшылыққа шақырды. Ол досына ішімдік беріп, атып тастайды. Қызды көрген жалғыз куәгер өлді. Дженнифер Энди мен Стэнлиді тұзаққа түсірді. Олар екіге бөлініп, Стэнли қақпанға түседі. Энди жаралы досын тауып, не болып жатқанын сұрайды. Осы кезде артынан Дженнифер шығып, ағашпен ұрып қалдырады. Көп ұзамай есін жиған Энди үлкен қиындыққа тап болғанын түсінді. Дженнифер келіп суды қосты. Стэнли ағашқа байлаулы. Қыз оның камерасын алып, нағыз контент түсіруді бастады. Дженнифер оның қасына келіп, ілмек арқылы көзін бақырайтып ашады. Сосын мықтап байлап, үстіне балықтың үш құрылысын жағып тастайды. Дженнифер Эндиге оралды. Жігіт ашуланып қорықпайтынын жеткізді. Қыз суға күйдіргіш сілті құйып, ағашты алып тастайды. Энди сөзін кері алып, кешіріп, босатшы деп жалынады. Бірақ қыз күші таусылғанын күтіп отыр. 1 минуттан соң Энди суға басымен сүңгиді. Бұл уақытта Стэнлиге қарғалар шабуылдай бастады. Құстар оны тіріде шұқылайды. Ең қызығын соңына қалдырып, Дженнифер Джонниге келеді. Қыз оны да тұзағына түсіреді. Ең бірінші Дженнифер одан тісін көрсетуін өтінеді. Сосын сындырып тастайды. Джонни босап шықсам өлтірем деп қоқан-лоқы көрсетеді. Бірақ Дженнифер оны естімейді. Ол үлкен қайшыны алып, жәбірлеушісіне қарсы қолданады. Дженнифердің кезекті мақсаты шериф. Қыз мұғалім боп кейіп танытып, оның үйіне келді. Үйге келген шерифке әйелі қыздарының Дженнифермен қыдыруға кеткенін жеткізеді. Шериф паркке келгенде қыз оны да ұйықтатады. Ер адам тастанды үйде оянды. Оның шалбары төменде. Дженнифер қарудың шүріппе тетігін Мэтьюдің қолына байлады. Мэтью тірі екен және қазір ұйықтап жатыр. Егер ол оянып қозғалатын болса, шериф өледі. Шериф те жіберуін өтінеді. Әрине, қыз оның айтқанына көніп жібере салады. Кегін қайтарған Дженнифер үйден шықты. Және сол кезде қарудың атылған дыбысын естіп рахаттанады. Осымен видео аяқталды. Егер де ұнаған болса лайк басып, каналға тіркеліп кетіңіз. Арнамыздан шығатын келесі видеоларды жібере алмас үшін қоңыраушаны басып қойыңыз. Сіздермен бірге болған Нурикс. Келесі кездескенше.